Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен қуырдақ тағамын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 2 пияз, бауыр, бүйрек, жүрек және қалауыңызша сәбіз, картошка және ет қажет. Ең алдымен еттерімізді турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға саламыз. Қозғап, кішкене тұз сеуіп, қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Арасында ашып, араластырып тұрамыз. Етіміз 1,5 сағаттай піседі. Енді біз пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды турап алып, пиязымызды саламыз. Араластырамыз. Пиязымызды қуырып аламыз. Үстінен сәбіздерімізді саламыз. Оның үстінен жүрек пен бүйрегімізді саламыз. Араластырып аламыз. Енді оның үстінен картошкаларымызды саламыз. Тұзымызды сеуіп, дәміне қарай бетін жауып қоямыз. Бес минут сайын араластырып тұрамыз. Енді үстінен бауырымызды саламыз. Картошкаларымыз пісіп дайын болды ау деген кезде саламыз. Үстінен 150 граммдай су құйып, бетін жауып, астын жай қойып қоямыз. Осымен біздің өте дәмді қуырдағымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.